Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Бүгінгі тақырыпта жекпе-жек бағдарламасы. Ардақты ағайын ипотекалық дәрігер компаниясының аренасында сол жақ бұрышта жасыл ипотека бағдарламасы және оң жақ бұрышта 7-20-25 бағдарламасы. Бүгінгі тақырыпта әр бағдарламаның артықшылықтарын және кемшіліктерін айтатын боламыз. Сонымен қатар көпшіліктің сұрауы бойынша ай сайынғы төлемді переплатаны да тілге тиек ететін боламыз. Құрметті достар, тақырыпты қазір бастаймын. Егер каналға жазылмасаңыз, міндетті түрде подписаться деген кнопканы басып қойыңыз. Дәл осы видеоны ағайын туыс бауырларға, барлық группаларға таратыңыздар. Мен тақырыпты бастайын, мұқият сіздер тыңдаңыздар. Жасыл ипотека. Артықшылықтарына көз жүгіртейік. Ең бір артықшылығы ол 18 жастан бастап ипотека рәсімдей беруге болады. Егер сіздің жасыңыз 18-де және сіз студент болсаңыз, яғни стипендияны как доход табыс ретінде көрсетіп, ипотека рәсімдей беруге мүмкіндігіңіз бар. Максималды қарыз сомасы 35 миллион теңгеге дейін. Яғни қарыз сомасы бұл жерде көбірек деу. Прописка керек емес, атыңызда үй бар жоғы маңызды емес, үй кезегінде тұру міндетті емес. Бұл жерде тағы бір тоқтала кететін артықшылығы, атыңызда үйдің бары немесе жоғы маңызды емес. Атыңызда ипотекалық несие, ипотекалық займ болса да, келесі ипотеканы рәсімдей беруге болады. Ең бастысы табыс көрсету. Ары қаратай, банк пайызы белгілі бір уақыттан кейін, яғни сіздің опыңыз 16-50% жарна жиналғанда, 3 жылдық мерзім болғанда, яғни тұрғын үй займының талаптарын орындағанда проценттің ставкасы төмендейді. Бұл ипотекалық бағдарлама алдын ала займ бойынша рәсімделеді. Менің YouTube каналымда плейлист бөліміне өтіп, отбасы банк жүйесінен займ түрлері деген видеоны міндетті түрде көруге кеңес беремін. Сонымен қатар келесі артықшылығы, несие тарихы соңғы 12 ай. Яғни басқа банктерде соңғы 2 немесе 3 жылды қарайтын болса, отбасы банк соңғы 12 айға ғана қарайды. 12 айдың ішінде сізде 90 күннен асқан просрочка болмау керек. 12 айдың ішінде қолданыстағы кредиттердің просрочный суммасы 1000 теңгеден аспау керек. Жалпы несие тарихы, кредиттің историяны қалай аламыз, оны қалай тексереміз атты видеода менің YouTube каналымда бар. Плейлист бөліміне өтіп, кредиттің история бөлімінен көріңіздер. Яғни дәл осы бағдарлама бойынша отбасы банк арқылы одобрение алу мүмкіндігі көбірек деу. 7-20-25-ке қарағанда. 20% алғашқы жарна, енді мұқият тыңдаңыздар, чистовая отделкамен де тапсырыс беруге болады нысанға. Яғни қазіргі таңда Астана қаласында тек қана бір ғана құрылыс компаниясы жұмыс жасайды. ЖК-ның аты Grand Victoria деп аталады. Оған кейінірек қазір тоқталатын боламыз. Міне, құрметті достар, сіздердің алдыларыңызда артықшылығын айттым. Бұл жерде тағы бір артықшылығы бар, оны қазір кейінірек айтатын боламын. Енді кемшілігіне көз жүгіртейік. Әрине, 12-де 5% ол көбірек деу. Көп 12-де 5%. Көп азаматтың қалтасы көтере бермейді, оны мойындау керек. Бірақ қазіргі заманда 12-де 5% деген бір орташа пайыз сияқты болып көрініп қалды. Кем дегенде 10 жыл мына пайыздық мөлшерлеме 100% сомаға жүреді. Енді айттым ғой, бұл алдын ала займ болғандықтан көп азаматтар қорқып жатады. Мен де салған ақшама пайыз жүреді екен деп. Жалпы отбасы банкінің өзінің жүйесі сондай. Жинақтау жүйесі, ақша жинау керек. Сонда ғана сіз банктен алған қарызға ғана пайыз жүретін болады. Егер банктың 3 талабын орындасаңыз, олар кем дегенде 3 жыл ақша жинау, кем дегенде 50% алғашқы жарна жинау, және опы 16 болады. Сонда сіз банктен алған ақшаға ғана процент жүреді. Ал мынандай жағдайда сіз 3 жыл жинамасаңыз, алғашқы жарна 20% немесе 10% болса, онда бірінші 8 немесе 10 жыл процентный ставка 100% сомаға жүреді. Үйдің құнына жүретін болады. Бұл енді кемшілігі. Үй таңдау жоқ. Яғни 7-20-25-те өзіңіз таңдаған районнан дайын эксплуатацияға өткен үйді ала беруге болады ғой. Ал бұл жерде тек қана банктың ұсынған ғана үйін ала аласыздар. Ары қаратай, әзірге тек қана өтінімді онлайн бересіздер. Офлайн банк бөлімшесіне барып менеджерға өтінім бере алмайсыздар. Бұл да бір қазіргі таңда кемшілігі. Яғни қазір мен 2023 жыл 5 қаңтар бойынша ақпаратты айтып отырмын. Болашақта офлайнда болып қалуы мүмкін. Неге онлайнды кемшілігі деп жазып қойдым? Яғни бұл жерде жеке кәсіпкерлер, немесе пенсионный отчислениясы жүрмейтін, яғни әскерилер, МВД қызметкерлері, тағы да басқа жаңағы
пенсионный отчислениеден босатылған қызметкерлер табыс көзін растай алмайды. Тек қана ипотеканы онлайн рәсімдейсіздер бұл жерде. Бұл қазіргі таңда, болашақта офлайн болып қалуы мүмкін. Яғни бұл кемшілікке жатқыздым. Ары қаратай переплата енді көп. 7-20-20 салыстырғанда көп. Енді былай қарапайым көзбен қарасаңыздар да өзі белгілі ғой, 12%, мына жақта 7% деген сияқты. Ай сайынғы төлемде 7-20-20-ге қарағанда көп деу. Міне, құрметті достар, жасыл ипотеканың артықшылығы мен кемшіліктерін сіздерге айтып бердім. Енді 7-20-25-ге көшейік. Артықшылығы 7%-бен жақсы қолжетімді пайыз. 20% алғашқы жарна үй құнының, пайыз банк берген сомаға ғана жүреді. Яғни сіз банктен қанша сома аласыз қарызға, соған ғана пайыз жүреді. Жасыл ипотекада 100% сомаға жүреді. Потому что ол жерде алдын ала займ. Ары қаратай үй таңдау бар. Яғни Астана қаласын алып қарайтын болсақ, оң жағалауда салынып біткен үйден немесе сол жағалауда салынып біткен үйден де ала беруге болады. Енді әрине прописка керек емес, үй кезінде тұру маңызды емес, ай сайынғы төлем аздау. 7-20-25-ге бағдарламасы бойынша. Бұл артықшылығы. Енді кемшілігіне көз жүгіртейік. Қарыз сомасы аз. 20 миллион теңге. Бұл Алматы, Астана, Ақтау, қателеспесем Шымкент қалаларында ғана. Кей өңірде қарыз сомасы максималды 12 миллион теңге. Яғни дәл мынандай сомаға Астана қаласына тек қана бір бөлмелі ғана пәтер келеді. Бір бөлмелі ғана. Қарыз сомасы аздау. Енді бұдан қымбаттау пәтер тауып алсаң, 20% емес, 30-40%-ында алғашқы жарна ретінде беруге тура келеді құрылыс компаниясына. Переплата көптеу бұл жерде де. Бірге бір переплата жүреді, оған кейінірек тоқталатын боламыз. Бұл жердің бір кемшілігі тек қана дайын үй алу керек. Эксплуатацияға өткен, құжаттары бар, дайын үйді аласыздар. Көрдіңіздер ма? Онан кейін 2023 жылы лимит өте аз. Мен онысыны 2022 жылдың соңында айтқан болатынмын. Жыл сайын 100 миллиард теңге бөледі, 2029-ға дейін ұлғаяды деп көптеген пабликтар жазды ғой. Қуанып, сүйіншілеп. Енді қараңыздар, қарапайым математикамен 100 миллиард теңгені 20 миллионға бөлетін болсаңыздар, 5000 квартира ғана жылына. Қазақстан Республикасы бойынша 5000 квартира. Оны әр қалаға бөліп тастайтын болсаңыз, әр қалаға 300 квартира. Яғни бір банкте лимит 40 адам немесе 50 адам деген лимит. Яғни бұл жерде уже кезекпен болып кетуі мүмкін. 7-20-25-пен ипотека рәсімдеу. Несие тарихына көз жүгіртеді, соңғы 3 жыл несие тарихын қарайтын болады. Яғни 90 күннен асқан просрочка болса, одобрение ала алмайсыздар, коллекторға өткен, жеке сот орындаушысына өтіп кеткен қарыздар болса, өкінішке орай сізге одобрение бермейді. Және ең бір кемшілігі алғашқы жарнаны құрылыс компаниясына саласыз, алдын ала броньдау деген бар. Договор предварительного бронирования деген болады, иә? Ол құжаттың аса бір заңдылық күші жоқ. Кейін, мысалы, сіз бронь жасаған үй ұнамай қалып, ақшаңызды қайтарып алғыңыз келсе, онда сізден 10%-ын ұстап қалады. Ал жасыл ипотекада алғашқы жарнаны банктың счетына саласыз. Ол жерде 10% ұстамайды. Кем дегенде жаңағы 5000 теңге зарасторжение. Егер пәтер ұнамай қалса, ақшаңызды қайтарып аласыз, 5000 теңге зарасторжение төлейтін боласыз, егер ақшаңыз бір ай жататын болса. Көрдіңіздер да? Мына жерде тағы бір кемшілігі, сіздің атыңызда үй болмауы керек. Сіздің атыңызда ортақ мүлік, әйеліңіздің атында үй болмауы керек. Міне, бұл бағдарламаның артықшылықтары мен кемшіліктерін сіздерге толық айтып бердім. Енді құрметті достар, мұқият тыңдаңыздар, ай сайынғы төлем переплатаға көз жүгіртейік. Ең бірінші әрине жасыл ипотека. Бұлай алайық. 25 миллион үйдің құнын деп алайық, екі бағдарламаға да. 25 миллион пәтердің бағасы, 5 миллион теңге алғашқы жарна болады, екі жақта да. 13 жылға деп алайық, 13 жылға да. Жасыл ипотекада 7-20-25-те де 13 жылға ипотека рәсімдейміз. Кеттік. Жасыл ипотека бірінші 8 жыл бойы 12,5%-бен сіз төлейсіз 325.417 теңге. Пайыздық мөлшерлеме мына 25 миллионға жүреді. Мына 12,5%, 25 миллионға жүретін болады. Бірінші кем дегенде 8 жыл деп алдым мен. Ай сайынғы төлем 325 мың. Онан кейін 5 жыл бойы 3,8%-бен 206.303 теңгеге түседі. Жалпы 13 жылда переплата, құрметті достар, 26.121.033 теңге. Банктен 20 миллион қарыз аласыз, үстіне 26 миллион теңге қосып бересіз. 46 миллион теңге. Яғни Астана қаласында бір 3 бөлмелі пәтер.
Міне осылай. Бұл алдын ала займмен. Мына алғашқы 8 жыл бойы 325-тің ішінде сіздің жаңа депозитіңізде ақша аударылып отырады. Яғни займ түрлері деген жаңа видеоны көрсеңіздер толық түсінесіздер. Бұл видеоға мұның барлығын айту мүмкін емес, себебі уақыт өте көп кетеді. 7-20-25-ке көз жүгіртейік, ай сайынғы төлем. 25 миллион теңге квартираның бағасы болса, 5 миллион ол салатын болса, мына 7% тек қана 20 миллионға ғана жүреді. 20 миллион, өткен 5 миллион салды ғой, 20 миллионға ғана жүреді. Ай сайынғы төлем 195.615 теңге. 13 жылға болғандықтан ай сайынғы төлем көп. Егер 20 жыл, 25 жылға алатын болсаңыз, әрине ай сайынғы төлем аздау болады. 195.615 теңге ай сайынғы төлем 13 жыл бойы бұл өзгермейді. Аннуитетный займмен есептеп тұрмын. Равныймен дәлеммен алатын болсаңыз, ай сайынғы төлем көп, ол содан кейін төмендей береді. 13 жылда переплата 10.515.940 теңге. Енді таңдау өздеріңізде, ай сайынғы төлемді переплатаны көрдіңіздер. Енді бұл салыстыруға келмейтін бағдарлама, ай сайынғы төлем переплата жағынан. Жалпы бұл жасыл ипотеканы банк центр кредиттің хэштег ипотекасымен салыстырғанда мынау кішкене тиімдірек, немесе береке банктың стандартты ипотекасымен салыстырғанда кішкене тиімдірек, басқа да банктердің нарықтық бағдарламамен салыстырғанда жасыл ипотека тиімдірек. Енді бұл 7-20-25-пен салыстырғанда енді өздеріңізде біліп тұрсыздар ғой. Мына жерде 12%, мына жақта 7%. Құрметті достар, көпшіліктің сұрауы бойынша екі бағдарламаны салыстырдым. Ай сайынғы төлем переплатасын барлығын айттым. Таңдау өздеріңізде. Видео ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламат болыңыздар.